أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Иншаллах, Алла тағаланың қалауымен имам Науауидің, Алла ол кісінің мейіріміне бөлесін, Риады Салихин кітабы бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Бұл негізі жұма күнінің дәрісі, бірақ ертең сапарға шығу керек болып тұр. Жұмадан кейін сенбі күні басқа бір облыста Құран жарысы бар еді. Сол үшін бүгін өтіп кетейін деп, тағы бір күн зая кетпесін деп, сіздермен бүгін жиналып отырмыз. Имам Науауи рахмахуллах қарастырған осы ниет ықылас бабындағы келесі хадис. Біз сіздермен әлі сол ниет ықылас бабында жүрміз. Келесі хадис бұл: «Уан Аби Хурайрата Абдиррахман ибн Сахрин радиаллаху анху қал». Бұл хадисті Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан риуаят еткен. Абу Хурайра деген кім? Абу Хурайра деген, енді атына қатысты біраз пікірлер айтылған, бірақ ішіндегі ең дұрысы ол кісінің аты Абдуррахман ибн Сахр. Ибн Сахр деген Сахрдың баласы деген сөз. Сахр деген сөздің тікелей мағынасы тас дегенді білдіреді. Арабтарда жалпы сондай тас, соғыс, одан кейін бағанағы тіпті ит, қасқыр деген осындай аттар болған көп. Сонда сұраған ғой, неге сендер балаларыңды сондай бір ауыр аттармен ауыр болғанда осындай бір әлгі қалай айтсақ болады, жесткий дейді ғой, былайша айтқанда сондай бір қатты аттармен атайсыңдар, ал құлдарыңды жұмсақ аттармен атайсыңдар деп, құлдарын жұмсақ атаулармен атайтын болған, жұмсақ аттар беретін болған. Сонда бір арабидің жауап бергені: біз балаларымыздың атын дұшпандар үшін қоямыз, ал құлдарымыздың атын өзіміз үшін қоямыз деп жауап берген. Яғни бағанағы соғысқанда дұшпанға осындай тастай болсын деген сияқты осындай мағынада олар балаларына сондай аттарды қоятын болған, ал құлдарымыз өзіміз үшін, бізге қызмет етті, сол үшін біз оларға жұмсақ аттарды қоямыз деген. Абдуррахман ибн Сахр радиаллаху анху бұл Абу Хурайра деген күниясымен танылған сахаба. Хайбар жылы, Хайбар шайқасы болған жылы исламды қабылдап, содан бастап пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан мүлдем үзілместен, ажырамастан, әрдайым жанында жүрген, әрбір сөзін жаттаған, және пайғамбарымыздың әрбір айтқан сөзін басқаларға жеткізуге тырысқан. Сол себепті бұл кісі әлгі бестіктің ішіндегі бірінші адам болып есептеледі. Ең көп хадис риуаят еткен 5 сахаба болса, соның ішіндегі бірінші орында тұрған сахаба Абу Хурайра радиаллаху анху. Бұл кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан жалпы 5374 хадис риуаят еткен екен. 5374 хадис риуаят еткен. Бұл кісіден 800-дей адам хадис риуаят еткен. Бұл кісіден тыңдаған. Оның ішінде сахабасы бар, оның ішінде табиғины бар. Жалпы Абу Хурайра радиаллаху анхуден шамамен 800 адам хадис риуаят еткен. Соның ішінде Бухари және Муслимде екеуінде бірдей келетін 300 хадис бар. Бухаридің өзінде келетін 73 хадис бар. Өте кедей сахаба болған. Абу Хурайра деген ол баласына қатысты қойылған атау емес, яғни Хурайраның әкесі деген, мысықтың әкесі дегенді білдіреді. Қолында мысық алып кетіп бара жатқан кезде жеңінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көріп, мынау не деген кезде бұл мысық дейді. Сонда онда сен Абу Хурайрасың, яғни бұдан былай мысықтың әкесісің деп, мысықты жақсы көрген үшін сондай атау берген. Яғни баласы болғандықтан емес, сол мысықты жақсы көргендіктен
Абу Хурайра деген атау алған. Атау болғанда енді лақап алған. Енді біз оны лақап дейміз. Арабтарда жалпы лақап және кунья деп бөледі. Лақап деген ол әлгі біздің лақап деген бағана кличка дейді ғой. Соны лақап дейді. Ал кунья деген пәленшенің әкесі деген кезде оны кунья дейді. Әдетте баласына қатысты айтылады. Мысалы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абул Қасим, Қасымның әкесі. Әдетте ұлдары және қыздары болған кезде үлкен ұлымен айтады. Ал егер ұлы жоқ, тек қана қыздары болатын болса, онда сол бағана үлкен қызымен Абу пәленше деп сөйтіп айтады. Яғни пәленшенің әкесі дегенді білдіреді. Ал анасына Умму пәленше деп, яғни пәленшенің анасы деп. Енді біздің тілде ол бар ма? Бірақ мысалы көрші өзбек тілінде анасы әкесі деп сөйлейді. Анасы әкесі деп, бізде де солардан әсерленіп қалыптасқан сияқты. Себебі көбірек бұл сөзді оңтүстік жақта естесін, анасы әкесі деп сөйлеген бір-біріне. Яғни сол пәленше бағана өзінің баласының атымен пәленшенің әкесі, пәленшенің анасы деп солай бір-бірін атайды, және басқалар да солай атайды. Енді Абу Хурайра радиаллаху анху жалпы 78 жасында, 57, біреулер 58 жасында, біреулер 59 жасында Мәдина қаласында қайтыс болған, және пайғамбарымыздың мешітінің жанындағы Бақия зиратына жерленген. Бақия деген сахабалар жерленген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым зиярат етіп дұға жасап тұратын болған, сол жерге жерленген. Және имам Ибн Аллан рахимахулла айтады: وما اشتهر أن قبره بقرب عسقلان لا أصل له ذاك صحابي اسمه إنما ذاك صحابي اسمه حيدرة. Енді Абу Хурайраның қабірі Асқалан деген жерде деген бұл негізі жоқ сөз дейді, адамдардың арасында тарап кеткен. Ол жерде жатқан сахабаның аты Хайдара дейді. Хайдара деген сахаба дейді. Ол жерде Абу Хурайра радиаллаху анху жатқан жоқ дейді. Өзі сондай кейде дұрыс емес риуаяттар тарап жатады. Пәленшенің қабірі мынандай жерде, түгеншенің қабірі мынандай жерде, немесе сол жерде жатқан адамды сахабаға телеп, мысалы пәленше деген сахаба деп, мысалы бізде де Арыстан бабты Алла мейіріміне бөлесін, ол кісіні бағанағы Сальман әл-Фариси деген, осындай Сальман Фариси деген сахаба деп басына барсаң сондай сөзді айтып жатады. Біз зиярат етіп барған кезде сол жерде отырған адамдардан сондай әңгімені естігенбіз. Бұл да өтірік әңгіме. Өйткені біздің өлкеге ешқандай сахаба келіп, пайғамбарымыздың аманатын жеткізіп, ондай шынайы өмірде болған дүние емес. Енді кейде бағана түсінде аманатын алда басқа деген әңгімелер айтылып жатады. Осы тасауф саласында жүргендерде ол бөлек мәселе. Ал бірақ шынымен біздің елге келіп сондай бір жағдай болды ма? Жоқ, ондай жағдай болған жоқ. Одан кейін сахабалар, жалпы соңғы сахаба 105-106 жылдары шамамен қайтыс болған. Одан кейін сахаба жоқ. Одан кейін сахаба жоқ. Демек, Абу Хурайра радиаллаху анхудың қабірі қай жерде? Ол кісінің қабірі сол Мәдина қаласында Бақияда. Сол жерге ол кісі жерленген. Сол кісі айтады: Қала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам, Алла елшісі саллаллаху алейхи вассалам айтты: Инна Аллаха та'аля ла янзуру иля аджсамикум ва ла иля суарикум, валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум. Раваху Муслим. Алла тағала шын мәнінде, ақиқатында Алла тағала сендердің денелеріңе қарамайды, және сендердің түрлеріңе қарамайды. Валакин, керісінше, Алла тағала сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды деді. Алла тағала сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды. Демек, Алла тағала назары түсетін жер ол біздің жүрегіміз бірінші кезекте, одан кейін амалымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам денеде бір кесекет бар, сол түзелсе дене түзеледі деді. Ол жүрек деді. Және Алла тағалаға біздің бірінші ұсынатымыз ертең қияметте жүрегіміз. Яума ла янфау малу ва ла банун илля ман аталлаха биқалбин салим.
қиямет күні мал мүлік бала шаға пайда бермейді, кім сау жүрекпен келсе сол пайда береді дейді. Демек бірінші кезекте Алла тағаланың назары түсетін жер ол біздің жүрегіміз. Сол үшін де біз жүрегіміздің жағдайы қандай соған қарауымыз керек. Әсіресе құлшылық мәселесінде. Құлшылықта біз құлшылықты қаншалықты ықыласпен атқарып жатырмыз, қаншалықты бір ішкі ерекше сезіммен атқарып жатырмыз. Бірінші кезекте Алла тағала соған қарайды. Мысалы, екі адам намаз оқып тұр, сыртқы көрінісінде екеуі бірдей, керісінше біреуінің іс-әрекеті екіншісінен кемелірек, әдемірек болуы да мүмкін, бірақ екеуінің арасындағы айырмашылық жер мен көктей. Неге? Өйткені біреуі Алла разылығы үшін ынта ықыласымен оқып жатыр, екіншісінің ойы, ниеті мүлдем басқа жақта, мүмкін риямен де оқып жатқан шығар. Риямен оқып жатқан болуы мүмкін, яғни бір жат ниетпен оқып жатқан болуы мүмкін. Ондай кезде қарасаңыз, сыртқы көрінісінде бірдей болғанмен, екеуінің арасы жер мен көктей, айырмашылығы үлкен. Неге? Өйткені бұл жерде екеуін айырып тұрған не нәрсе? Екеуін айырып тұрған, екеуін бөліп тұрған бұл ішкі сезім, жүректегі адамның ниеті, ықыласы. Сол айырады. Енді біз сыртына қарап оған үкім жүргіземіз. Біз оның сыртына қарап үкім жүргіземіз. Намаз оқып жатыр ма? Намаз оқып жатыр. Намаз оқитын адам деп қабылдаймыз. Ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах деп жатыр ма? Болды, оны мұсылман деп қабылдаймыз. Біз оның ішкі жан дүниесіне үңілмейміз. Өйткені оның жүрегін біз ашып көре алмаймыз. Ниет Алланың сыры. Ал қияметте Алла тағала не дейді? Яума тублас сараир. Ол күні сырлар ашылады деді. Яғни Алла тағала біздің ішкі жан дүниемізге қарайды. Бізде оған достық жоқ. Сол үшін де біз үшін әлгі Құдайға сенбейтін мұнафиқ адамды Алла тағала тозақтың түбінде болады деген. Біз үшін ол сыртқы мәмілесінде, сыртқы көрінесінде ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах деп жүрма, болды. Біз үшін ол мұсылман. Оның ар жағын біз білмейміз. Халид ибн ал-Валид радиаллаху анху өлтірейін деп жатқан кезде ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах деп айтқан мүшрикті өлтіре салып, кейін пайғамбарымыз естіген кезде қатты ашуланды. Сен ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах деп айтып тұрған адамды қалай өлтіресің деді. Я Расулалла, мен қылышымды көтеріп өлтірейін деп, басын шабайын деп жатқан кезде айтты ғой, ол қорыққаннан айтып жіберді ғой деді. Сонда айтады, сен жүрегін ашып көрдің бе оның? Ертең қияметте ла иляха илlalloh Мұхаммад Расулуллах сол калима сенің жағаңнан алса қайда барасың деді. Сонда қатты өкініп, сол күнге дейін мұсылман болмай, сол уақытта мұсылман болғанымда еді деп армандап кеттім дейді. Сол үшін де біз сыртқы көрінісіне қарап мәміле жасаймыз. Ал Алланың алдында есепке алынатын ол адамның ішкі жағдайы, ішкі жан дүниесі. Егер ішінде иман болмаса, ол кәпір. Бірақ бізге өзін мұсылман етіп көрсетіп жүрсе, біз оған мұсылман ретінде мәміле жасаймыз. Неге? Өйткені біз оның ішкі жан дүниесін білмейміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі де айтқан, сендер маған келіп жүгінесіңдер, бір мәселеде келіп төреші бол дейсіңдер. Сөйтіп мен сендердің сөздеріңді тыңдаймын. Біреудің сөзі екінші адамның сөзінен әдемірек, дәлелі күштірек болуы мүмкін. Сөйтіп мен соның сөзіне қанағаттанып, үкім шығарған кезде сол адамның пайдасына шешіп беруі мүмкін. Бірақ ол өзі біледі, егер сол жерде ол алдап жатқан болса, өтірік құжат келтіріп, сөйтіп өзінің пайдасына үкімді маған шешкізіп алып жатқан болса, онда мен оған тозақтың бір бөлігін, яғни бір отынын беріп жатырмын, қаласа алсын, қаласа тастасын деді. Яғни әлгі үкім ол адам үшін тозақтың бір несі болады деді, бір оты болады деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өзі де бұл жерде айтып жатыр, мен ішкі жан дүниелеріңе қарап
үңіліп мынанікі дұрыс емес деп айтпаймын дейді. Кімнің дәлелі күшті, кімнің сөзі адам қанағаттанатындай, сөзі қанағаттандырарлық болса, соның пайдасына шешіп беремін дейді. Яғни біз бұл дүниеде адамдардың сыртқы жан дүниесіне сыртқы іс-әрекетіне қарап, сыртқы сөзіне қарап мәміле жасаймыз. Бірақ Алла тағаланың алдында есепке алынатын бірінші кезекте адамның ішкі жан дүниесі. Алла тағала адамның денесіне қарамайды дейді, және оның бет әлпетіне қарамайды дейді. Және одан сұралмайды адам. Неге? Өйткені ол нәрседе адамда ешқандай таңдау жоқ. Алла тағала таңдау бермеген нәрседе ертең қияметте адамнан сұрамайды, неге былай деп. Неге, мысалы, сенің бойың мынандай емес, неге түрің мынандай емес деп Алла тағала сұрамайды. Неге? Өйткені ол нәрседе сізге таңдау берген жоқ. Алла тағала неге сен мынандай ұлт болып туылдың деп сұрамайды. Неге? Өйткені ол сіздің таңдауыңыз жоқ нәрсе. Неге ата-анаң пәленше болды деп сұрамайды. Өйткені ол сіздің таңдап алған дүниеңіз емес. Сіздің ұл немесе қыз болуыңыз, мұның барлығы тағдырдағы адамның қалауы, еркі жүрмейтін дүниелер болып табылады. Ол жерде ешқандай не жоқ, орысша айтқанда спрос жоқ. Яғни Алла тағала сізден сұрамайды. Алла тағала неден сұрайды? Алла тағала құлубикум а'маликум, жүректеріңнен және амалдарыңнан сұрайды. Неге? Өйткені жүректі тазарту, жүректі ағарту, жүрекке жақсы сезімді, жақсы дүниелерді кіргізу және амал, бұл сіз бен бізге таңдау, Алла тағала таңдау берген нәрселерден. Және ертең Алла тағала бірінші кезекте неге қарайды екен? Сіздің жүрегіңізге қарайды. Жүрегіңізге қарайды. Намаз оқып жатқан кезде қандай сезіммен оқыдыңыз? Біз осы нәрсеге көп көңіл бөлмейміз. Біз көбінесе сыртқы әрекеттерге көңіл бөлеміз. Қолымды қалай қойдым, аяғымды қалай қойдым, қолымды қалай байладым, сәждеге қалай бардым деген сияқты. Ол да маңызды. Бірақ одан маңыздырақ нәрсе бар. Ол не нәрсе? Ол сол кездегі сіздің ішкі сезіміңіз. Құлшылықты қалай атқардыңыз, қандай сезімде атқардыңыз. Тәніңіз мешітте болғанымен, жаныңыз мешітте болды ма? Немесе жаныңыз базарда, өзіңіздің жұмысыңызда болды ма? Қай жерде жүрді? Бірде араб елінде оқуда жүрген кезде сондай бір тіпті оқиғаның куәсі болдым. Намазда имам уаладдаллин дегеннен кейін ол жақта білесіздер, кәдімгі дауыстап айтатындар көп. Сөйтіп дауыстап айтылды. Одан кейін ол кісі, имам қосымша сүре оқып жатты да, сүренің бір жерінде тағы да даллин деген сөз бар еді. Ләкунанна минал қауми даллин деп сүрені оқып еді. Ішінде бір 5-6 адам әмин деп. Бір жағынан арабшаны біледі, мағынасын түсініп тұр. Екінші жағынан ол кез келген адам ол жерде фатиханы біледі. Неге олар онда уаладдаллин деген кейін әмин деп айтып жатыр? Өйткені ми өшіп қалғанда, тек қана уаладдаллин деген сөзді естіген кезде автоматически қосылып кетті да, сөйтіп әмин деп. Демек, оның ойы бәрі қай жақта тұр? Басқа жақта тұр. Сол үшін де біз бірінші кезекте осы жан дүниемізді реттеуіміз керек. Жан дүниемізді реттеуіміз керек. Одан кейін бұл жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не деп жатыр? Олакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум. Алла тағала сендердің жүректеріңе және амалдарыңа қарайды деп жатыр. Амалдарыңа қарайды. Демек, тек қана жүрегім таза деген әңгіме жеткіліксіз. Мен ниетім жақсы ғой дейді. Ниетім жақсы ғой деген сөз жеткілікті емес. Ниетпен бірге амал дұрыс болу керек. Ниетпен бірге амал дұрыс болу керек. Кез келген амал қабыл болу үшін Құдайдың алдында оның ғұламаларымыз айтады, екі шарты бар дейді. Біріншісі жүрекке байланысты, яғни ниетіңіз Алла разылығы үшін болу керек, ынта-ықыласпен атқарылуы керек. Екіншісі сыртқы жағы, ол шариғаттың талабына сай болу керек. Шариғаттың талабына сай болмаса, ниетің қанша жерден мықты болса да, ниетің шынайы болса да, амалың қабыл болмайды. Кейде мысалы адамдарға айтып жатасың, әсіресе мынау жаназа мәселесінде, қайтыс болған адамға қатысты мәселелерде, бауырым бұл дұрыс емес, шариғатқа қайшы деп айтып жатсаң, бірақ мен жақсы ниетпен істеп жатырмын ғой дейді. Дұрыс, ниеттің жақсы болуы
бұл шариғаттың талабы, бірақ ол жеткіліксіз. Екіншісі, амалың дұрыс болу керек, әрекетің шариғатқа сай болу керек. Сол кезде сенің амалың қабыл болады. Хадиске қатысты имамдарымыз айтады, бұл хадистен алатын пайдаларымыз дейді. Біріншісі, әл-исабату алал а'мал такуну биман aqada алейхи ал-қалбу мин ал-ихласи ва сидқи нiyya. Амалдарға Алла тағала сауапты жүректегі ықылас ниетке жараса береді дейді. Демек, кез келген істе біз бірінші кезекте ішкі жан дүниемізге, ниетімізге көңіл бөлуіміз керек. Бұл бірінші мәселе. Екіншісі, әл-иътина би халил қалби ва тасхихи мақасидихи ва татхирихи мин кулли васфин мазмумин юмқитухуллах. Екінші мәселе, жүрекке көңіл бөлу керек. Жүректегі ниетті дұрыстау керек. Жүректі Алла тағала жек көретін кез келген жаман сипаттан тазалауымыз керек дейді. Яғни ішкі жан дүниеге біз көңіл бөлуіміз керек, жүрегімізді тазартуымыз керек, жүрегімізбен айналысуымыз керек. Өзі ғұламаларымыз құлшылықты, күнәні бөлген кезде ішкі құлшылық, сыртқы құлшылық, ішкі күнә, сыртқы күнә деп бөледі. Ішкі құлшылық жүректің құлшылығы. Жүректегі ықылас, жүректегі шыншылдық, жүректегі шүкірлік, жүректегі Алланың ісіне разылық, жүректегі кішіпейілділік, оның барлығы жүректің құлшылықтары. Сіздің жүрегіңізде сол нәрселер болу керек. Одан кейін жүректің күнәлері бар, ішкі жан дүниенің күнәлері. Бағанағы, мысалы, риякершілік, менмендік, тәкаппарлық, көре алмаушылық, орынсыз ашулана беру, тағдырға разы болмау деген сияқты қарап отыратын болсаңыз, бұлардың барлығы жүректің күнәлары болып табылады. Алла тағала күнәнің ішкісінде, сыртқысында тастаңдар дейді. Күнәнің ішкісінен де, сыртқысынан да арылыңдар дейді. Ішкі күнәлардың сыртқы құлшылықтарыңызға кері әсері өте үлкен. Мысалы, сіз құлшылық жасап жүрсіз. Күнде көп нәпіл намаз оқисыз, нәпіл ораза ұстайсыз, зікір етесіз, бірақ жүрегіңізде тәкаппарлық бар. Пайғамбарымыз не дейді? Кімнің жүрегінде шаңның тозаңдай тәкаппарлық болса, ол адам жәннатқа кірмейді дейді. Қараңыз. Сен құлшылық жасап жүрсің, бірақ жүрегіңде тәкаппарлық бар. Ол неде көрінеді? Біреумен ерегіскен кезде көрінеді. Әсіресе бірден от алып кететіндер бар. Бірден кімсің сен деп жағасынан ұстап жүрші олай деп қарап тұрсаң. Неге? Өйткені ол анау адамды өзінен төмен көріп тұр да, көтере алмай тұр. Оның қарсы келіп жатқанын, бұған бір ауыр сөз айтып жатқанын көтере алмайды. Өйткені жүректе ана хайру минху, мен одан жақсымын деген шайтанның айтқан сөзі, әлгі шайтанның сипаты тұр. Сол үшін де ол бірден ашуланып кетеді. Ешкімнің сөзін көтере алмайды, басынан асырғысы келмейді. Неге? Өйткені кім ол соншама деген оның ішінде ой тұр. Құлшылық жасап жатсың, бірақ сол сипатың сені жәннатқа кіргізбейді. Мысалы, көре алмаушылық. Біз күнде жататын кезде «Уәмин шәрри хасидин иза хасад» деп, Алла тағала көре алмаушының көре алмауынан сақта деп дем саламыз өзімізге. Көре алмаушы кім? Сіздің жақсылығыңызды қол жеткізген, көре алмайтын адам. Көре алмайды, сол үшін қуана алмайды. Басыңызға қайғы түссе, керісінше қуанады. Жұмысыңыздан шықпасаңыз, қуанады. Көлігіңіз, оның көлігінен жақсы болып қалса, көре алмайды, қиналады. Керісінше сіз артқа кетсеңіз, соған қуанатын адам. Ол адамдарды, ондай адамдарды шариғатымызда не дейді? Алланың нығметінің дұшпандары дейді. Алланың пенделеріне беретін нығметтері бар ғой, сол нығметтердің дұшпандары дейді. Ол адам ішкі жан дүниесінде Алланың ісіне қарсы. Өйткені рызықты бөліп беріп жатқан кім? Рызықты бөліп беріп жатқан Алла тағала.
рызықты беріп жатқан Алла тағала. Әрекет етті, Алла берді. Сен оның дамығанын, байығанын көре алмаған кезде, сен былайша айтқанда Алланың ісіне қарсылық танытып жатсың. Алланың ісіне қарсылық танытып жатсың. Алла тағала сен дұрыс деп жатқан жоқсың, оны байытып дегендей, былайша айтқанда сіздің ішіңізде сондай бір не бар? Ой бар, сезім бар. Ал пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не дейді? Көре алмаушылық отынды қалай күлге айналдырса, сіздің сауап амалдарыңызды солай күлге айналдырады дейді. Көре алмаушылық деген нәрсе. Сен мына жақта намаз оқып жатсың, умраға барып келдің, тағы да басқа да құлшылықтар жасап жатсың. Бірақ жүрегіңде көре алмаушылық бар. Көре алмаушылық сол сіздің сауаптарыңызға түскен әлгі құрт сияқты ғой, немесе бағанағы не сияқты, оны жеп. Сонымен Алла тағала не дейді? Олар қиямет күні сондай бір керемет амалдармен келдік деп ойлайды. Тау амалдармен. Ал біз олардың амалдарын күл тозаңға айналдырамыз дейді. Біз олардың амалдарын күл тозаңға айналдырдық дейді. Сол үшін де біз ішкі жаман қасиеттерден арылуымыз керек. Ішкі жаман қасиеттерден арылуымыз керек. Білесіздер ғой, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні сахабалармен отырған кезде, қазір сендерге жәннаттық адам кіреді деді. Қазір кіретін адам жәннаттық адам деді. Сонда бір сахаба дәрет алып, сақалынан су тамып, аяқ киімін қыстырып алған кіріп келді. Абдулла ибн Омар әлгі сахабаға барып, бір себептерді айтып, сіздің үйіңізде түнесем бола ма деп, бір 2-3 күн түнеу керек болып тұр деп, сонымен рұқсатын алып, 3 күн үйінде түнейді, бақылайды ана кісіні, не істеп жатыр деп. Жәннаттық деді ғой пайғамбарымыз. Енді мен де соның амалын істейін, солай болайын, соған ұқсап бағайын деп. 3 күннен кейін айтады, мен шынымды айтайын, айтқан себебім негізі өтірік дейді. Ондай мұқтаждығым жоқ. Пайғамбарымыз қазір жәннаттық кісі кіреді деген кезде сен кіріп келдің. Енді 3 күннен бері сені бақылап жүрмін, қадағалап жүрмін. Артық еш нәрсе істеп жатқан жоқсың. Бір түнімен тұрып намаз оқып жылап жатқан сені көрген жоқпын. Күндіз ораза болып жүргеніңді көрген жоқпын. Бір ерекше бізде жоқ еш нәрсені байқамадым. Не нәрсе бар сенде, айтшы деген кезде ол кісі айтады, мәселе өзің көріп тұрғандай, менде артық еш нәрсе жоқ. Бірақ менің бір ғана нәрсем бар, істейтін, ол күнде ұйқыға кетер кезде, Алла тағала кім маған зұлымдық жасаған болса, кім мені ғайбаттаған болса, кім мені жамандаған болса, олардың барлығын кешірдім. Алла тағала мен жүрегімде ешкімге ешқандай бір жаман ой, пікір сақтамаймын. Алла тағала жүрегімнен оларға деген ренішті шығардым. Алла оларды өзің кешір деп сөйтіп жатамын деді. Сонда Ибн Умар радиаллаху анху айтты, міне осы нәрсе сен жәннатқа жетелепті, жәннаттық етіпті сені. Бұған көп адамның бағанағы шамасы келмей, көп адамның бұған күші жетпейді деді. Неге? Өйткені бүкіл адамзатқа бірдей қарау, барлығын бірдей жақсы көру, бұл өте қиын нәрсе. Әсіресе саған жамандық істеп жүрген адамға. Әсіресе жамандық істеп жүрген адамды жақсы көре білу, оған жақсылықты қалау, бұл адамның нәпсісіне өте ауыр тиетін нәрсе. Сіз соны жеңе білсеңіз, онда сізде иншаллах жәннаттық боласыз. Демек біз осы бағанағы ішкі жан дүниемізге көңіл бөлуіміз керек, онымен айналысуымыз керек. Және одан кейін келесі бұл хадистен алатынымыз «Әл-и'тина би ислахил қалби мұқаддамун аля амалил жауарих, лианна амалал қалби мусахихун лил а'малиш шар'iyya». Жүректі түзеуге көңіл бөлу сыртқы әрекетті түзеуден жоғары тұрады дейді, немесе бірінші тұрады дейді. Өйткені сіздің сыртқы амалдарыңыздың дұрыс болмауы ішкі жан дүниеңізге, жүрегіңізге байланысты. Және одан кейін соңғы бұл хадистен түсінетініміз дейді,
قد تصلح أعمال الإنسان وتفسد نيته ومع ذلك فيعامل بظاهر أعماله وتترك سريرته لله تعالى. Енді бұл бізге қатысты мәселе. Бір адамның сыртқы амалы керемет болып, бірақ ниеті дұрыс болмауы мүмкін. Біз адамның сыртқы амалына қарап, онымен мәміле жасаймыз, ішкі жан дүниесін Аллаға қалдырамыз. Яғни біреуге сіз барып, сен бұны рия ниетімен істедің, сен бұны жаман пиғылмен істедің деп айта алмайсыз. Неге? Өйткені сізде ондай, Алла тағала сізге ондай мүмкіндік бермеген. Былайша айтқанда бағанағы иманометр дейміз ба, не дейміз? Біреудің бар иманын өлшейтін, немесе бағанағы ықыласометр деген сияқты, оны ықыласын өлшейтін, ниетеметр деген сияқты бар, оны ниетін өлшейтін. Сізде ондай нәрсе жоқ. Мысалы, біреудің ыстығын өлшей аласыз, біреудің тағы басқасын өлшей аласыз, бірақ оның ниетін, ықыласын өлшей аласыз ба? Өлшей алмайсыз. Сіз сыртқы әрекетіне қарап, бауырым, қолыңды сәл төмендеу ұста, жоғары ұстасаң сен басқаша деп ойлап қалады. Немесе бағанағы аяғыңды кішкене жинаңқы болсын, қолдарың сәждеде былай болсын деп, оның сыртқы әрекетіне дұрыс емес деп баға бере аласыз. Неге? Өйткені оның барлығы шариғатта баяндалған. Ал ішкі жан дүниесі ол Алланың сыры, ертең қияметте وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ жүректегілер шығады деді. Жүректегілер шығады. Енді өте ауыр аят бір жағынан қарасаңыз. Мысалы, қазір бәріміз керемет болып жүрміз. Ертең Алла тағаланың құзырына барған кезде ішкі жаман ниеттеріміз шығып жатса, адамдардың көзінше енді Алла тағала сеттер, жасырушы, Алла тағала бұл дүниеде жасырғандай ақиретте жасырсын деп сұраймыз. Бірақ қанша адамдар бар, ертең қияметте масқара болатын. Адамдар керемет деп ойлап жүрген адам ертең қияметте масқара болып тұрса, бәрі айтады, ой, біз мына нормальный адам деп жүрсек, басымызға көтеріп жүрсек, мынаны әулие деп жүрсек, мынаны ұстаз деп жүрсек, бір тыңған біреу екен ғой дейтіндей халде болса, қарайтын болсаңыз, Алла тағала солай кейде адамдарды масқара етеді. Сол үшін де Алла тағаладан бұл дүниеде жасырғандай ақиретте жасыруын сұраймыз. Келесі хадис осы ниет ықылас бабына қатысты. Бұл وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال. Бұл хадисті Абу Муса әл-Аш'ари деген сахаба риуаят еткен. Абу Муса әл-Аш'ари осылай танылған. Аш'ар деген Йемендегі тайпа бар, ру, содан шыққан сахаба. Аты Абдулла ибн Қайс, Қайстың баласы, аты Абдулла. Бұл кісі Йемендік пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға Меккеде болған кезінде келіп исламды қабылдап, сонымен Эфиопияға мұсылмандармен бірге хижрат жасап көшіп кетеді. Сосын Мәдинада пайғамбарымыз болған кезде Джафар радиаллаху анхумен бірге сол Эфиопиядан келген мұсылмандармен бірге келеді. Одан кейін жалпы сол Мәдинада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламмен бірге болған уламаларымыз Абу Муса әл-Аш'аридің 3 хижраты бар дейді. Біріншісі Йеменнен Меккеге, екіншісі Меккеден Эфиопияға, үшіншісі Эфиопиядан, Хабаша дейміз, Эфиопия қазіргі, сол жерден Мәдинаға хижрат жасаған. Және дауысы өте керемет болған. Құран оқыған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы Абу Муса әл-Аш'ариге «Лақад утита мизмаран мин мазамири али Дауд» деп, Дауыттың сырнайы дейміз ба, енді сондай бір керемет дауыс шығаратын, үн шығаратын сырнайларының бірі саған берілген деп, яғни дауысың сондай керемет деп айтқан. Енді демек Дауд алейхиссаламда өзі пайдаланды ма, Аллаху алам, енді ол жайында неде нақты қатты айтылмайды. Енді сырнай, мысалы, тағы да осындай мәселелер
сырнай шалу, тағы да басқа да осындай шариғат мәселелері. Әр пайғамбардың өзінің шариғаты бар. Шариғат ақида өзгермейді. Сол үшін де мысалы кейде алдыңғы пайғамбарда мынандай нәрсе болған, немесе мынандай болған дүниелер деген кезде, естіген кезде кейбір адамдар қалай ол мынандай емес пе деген осындай сұрақ қояды. Ол өзінің шариғатымен оған үкім жасап жатыр. Ал негізінде алдыңғы пайғамбарлардың өзінің шариғаты болды. Алдыңғы пайғамбарларда мысалы рұқсат болған нәрсе бізде рұқсат болған жоқ. Немесе алдыңғыларда рұқсат болмаған нәрсе бізде рұқсат болды. Бізде рұқсат болмаған нәрсе оларда рұқсат болды. Осылай шариғат өзгере береді. Бір пайғамбардан екінші пайғамбарға. Одан кейін тіпті біздің шариғатымыздың өзінде де мысалы басында рұқсат болмай, кейін рұқсат болған нәрселер бар. Немесе басында рұқсат болып, кейін рұқсат болмаған нәрселер бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисін білесіздер ғой. Мен сендерді қабірлерді зиярат етуден тыйған едім. Енді зиярат ете беріңдер. Өйткені қабірлерді зиярат ету ақиретте еске түсіреді деді. Демек, белгілі бір уақытта пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қабірді зиярат етуге тыйым салды, кейін рұқсат берді. Одан кейін, мысалы басында арақ ішуге рұқсат болды ма? Рұқсат болды. Кейіннен тыйым салынды. Сол сияқты, яғни жалпы осындай дүниелер болады. Сол үшін де алдыңғы пайғамбарларға қатысты бір нәрселерді естіген кезде сондай оларға біз өзіміздің шариғатпен үкім шығармауымыз керек. Қалай сонда ол харам нәрсе істеп жатыр ма деген сияқты. Жоқ, олай емес. Мысалы, Құранда Алла тағала айтады, Сулейман алейхиссалам қатысты. Оның жанында қызмет ететін жындар болды. Оған тәмәсил дейді Құранда. Яъмалуна лаху тәмәсил. Оған мүсіндер жасап берді дейді. Бізде шариғатта мысалы адамның мүсінін жасау, көлеңкесі бар дейміз ғой, кәдімгі бір нәрседен, темірден немесе тағы басқа нәрседен мүсінін істеуге рұқсат па? Шариғатымыз рұқсат бермейді. Ал алдыңғыларда рұқсат болды. Сол үшін де қалай сонда Сулейман алейхиссалам сонда харам нәрсе істеп жатыр ма деген сияқты адамда ой болмау керек. Ол шариғат бір пайғамбардан екінші пайғамбарға қарай өзгере береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Муса әл-Ашъариді солай мақтаған, сенің даусың керемет деген. Сенің даусың сондай керемет деп, пайғамбарымыз Абу Муса әл-Ашъаридің Құран оқығанын тыңдағанды ұнататын болған. Абу Муса әл-Ашъари радиаллаху анху Мекке қаласында, негізгі риуаятта, кейбір риуаяттарда Куфа қаласында 60 жаста дүниеден өтті дейді. 60 жасында хиджри 42 немесе 44 жылы дүниеден өткен. Ашар деген сөз араб тіліндегі шар деген шаш деген түк дегенді білдіретін сөз. Ашари деп, яғни оның руының атауы солай аталуының себебі мына жерде келіпті. Жалпы анасы туған кезде сондай өте денесінде түгі көп болған екен. Сол үшін Ашари деп айтқан. Содан солай атау беріліп кеткен. Яғни сол рудан, тайпадан шыққан йемендік. Жалпы Йемен деген кезде қазіргі Саудияның біраз жерде бұрынғы атау бойынша Йемен деп аталады. Яғни бұрынғы уақыттағы географиялық атаулар кішкене өзгеше. Осы сахаба радиаллаху анху айтады: "Қал суиля Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ани р-раджули юқатилу шажаатан ва юқатилу хамиятан ва юқалу рияан айю залика фи сабилиллах." Бір сахаба сұрайды пайғамбарымыздан, Лахиқ ибн Дамра әл-Бахили деген. Мына жерде енді хадисте айтылмаған, пайғамбарымыздан сұралды деп кеп тұр, бірақ сұрағанын хадисте тәпсірлеген ғұламалар айтады, басқа риуаяттарды келтіріп. Ол жерде Лахиқ ибн Дамра деген сахаба дейді. Пайғамбарымыздан сұрайды: "Я Расулаллах, бір кісі адамдар батыр деп айтсын деп соғысады" дейді. Батыр деп айтсын деп соғысады. Яғни бағанағы
ой пәленше батыр соғысқа қатысты деп төсіне орден тағып анаға мынандай соғыстың несі батыры деген сияқты төс белгілерді алу үшін адамдар керемет соғысады екен деп мақтау үшін соғысады. Екінші бір адам бағанағы өзімнің туысқандарыма болсайын, өзімнің жерлестеріме болсайын деген сияқты сондай ниетпен соғысады. Немесе ұтылып қалмайын, жеңіліп қалмайын деген ниетпен соғысады деді. Үшінші бір адам рия ниетімен, яғни адамдар көрсін деген ниетпен соғысады деді. Соның қайсысы Алла жолында, яғни қайсысы Алла жолында болып есептеледі, қайсысы Алла разылығы үшін болып есептеледі деген сондай сұрақ қояды. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам: "Ман қатала литакуна калиматуллахи хияль улия фахуа фи сабилиллах." Кімде-кім Алланың сөзі биік болу үшін, жоғары болу үшін соғысса, яғни Алланың діні ұлықталу үшін, Алланың діні үстем болу үшін шайқасатын болса, міне сол Алла жолында дейді. Яғни кімді біз Алла жолында шайқасқан шахид деп есептейміз? Алла разылығы үшін шайқасқан. Ғұламаларымыз айтады, шахид кім деген кезде? Шахид деген жалпы араб тілінде мәшһуд деген сөзден мағынасы, мәшһуд деген мағынада, яғни оның жәннаттық екеніне куәлік берілген дегенді білдіреді. Шахид деген. Шахид адам кім деген кезде Алла разылығы үшін дұшпанмен, діннің дұшпанымен, дін дұшпанымен Алла разылығы үшін соғысып, және соғыста мынандай сөз келеді анықтамасында муқбил ғайру мудбир дейді. Яғни жүзбе-жүз соғысып жатып қайтыс болған. Өзі бізді жалпы қазақта үлкендер дұға жасаған кезде батырларға сондай дұға жасайды екен: жаудың оғы арқаңнан тимесін деген. Осындай дұға жасайды екен тілек айтқан кезде. Оның мағынасы дейді, мағынасы яғни соғыстан қашпа дегенді білдіреді екен. Соғыста тікелей мағынасында емес та, тікелей мағынасында мысалы сен соғысып жатырсың, артынан келді де біреу қылышын тығып алды, найзасын тығып алды, немесе бағана садақтың оғы келді дейді. Арқаңа тиді ғой. Осы мағынада ма? Жоқ, бұл мағынада емес. Енді бағана қашып бара жатып артынан оқ тиетін болса, мысалы бір адам қорқып кетті де соғысып жатып, сонымен бұрылып қашып бара жатқан кезде оқ тиді. Ол адам енді ол жерде сен білмейсің ғой, ана жерде бағана шайқас болып жатыр, адамдар білмейді оның қалай қайтыс болғанын. Оны шахид деп қабылдайды, оған шахид деп мәміле жасайды. Бірақ Алланың құзырында ол шахид пе? Алланың құзырында ол шахид емес. Алланың құзырында шахид емес. Неге? Өйткені ол қашып бара жатқан кезде оқ тиіп өлді. Немесе мақсат біреу бір 5 жыл соғысып аман келген бір ардагерден сұрап жатыр дейді ғой: ата, сіз 5 жыл соғысып елге аман есен келдіңіз, қалай сондай соғыстың арасында жүріп аман қалуыңызға не себеп болды десе, ол айтады дейді ғой: аман қалу үшін сумаңдай бермей окоптың ішінде тыныш жату керек деп, сумаңдап басын шығара бермей жату керек деп. Мысалы біреу сөйтіп жатты, қой мен шықпай-ақ қояйыншы, тыныш жата берейін деп. Сөйтіп жатқан кезде бомба келді, чув деп ұшып келді, жанына түсті, өліп кетті. Оның ниеті елді қорғау, бағанағы соғысу болған жоқ. Просто жатқан жерінде өліп кетті. Ол Алла разылығы үшін өлген болып есептеле ме? Шахид болып есептеле ме? Жоқ. Шахид болып есептелмейді. Шахид болу үшін ол қашпау керек. Және мына жерде тығылып жату, ол да қашудың бір түрі. Енді Құранда әу мутахайизан иля фиа деп келеді. Әу мутахайизан иля фиа дегенде бұл жерде мысалы қашып барып, мысалы айналып келіп соғу,
деген сияқты сондай мағынада, немесе бір екінші топқа қосылу, сондай ниетпен не қылуға болады, қашуға болады. Немесе мысалы жеңіліп жатқан кезде жалпылама не берілді, тапсырма берілді, болды, шегінеміз бағана отступайын деген сияқты. Сол кезде бұйрықпен шегініп жатса, онда ол күнәһар болып есептелмейді. Халид ибн Валид радиаллаху анху, білесіздер, 5000 әскермен қанша әскерге қарсы төтеп берді? 200 000 әскерге қарсы төтеп берді. Бірақ енді төтеп бергенде біраз не қылды, одан кейін әскерге кеттік болды деп, соны қайтып кетеді. Қайтып келген кезде сахабалар, сендер соғыстан қашып келдіңдер дейді. Пайғамбарымыз айтады, жоқ, олай емес дейді. Өзі Алла тағала Құранда айтады ғой, басында бір адам қанша адамға төтеп беру керек болды? 10 адамға төтеп беру керек болды. 10 адамға төтеп беру керек бір адам. Iyyakum minkum mi'atun sabiratun iyyakum minkum mi'atun yaghlibu alfan. 100 болса, немесе 20-ға ме, 10-ға ме де. Мысалы, 100 адам 1000 адамды жеңеді деп келеді. Кейін Алла тағала айтады, әл-әні хаффафаллаху анкум. Енді Алла тағала сендерге жеңілдік берді деді. Жеңілдік берді. Fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn. 100 адам 200 адам жеңеді деді. Яғни бір адам 2 адамға қарсы төтеп беру керек. Демек, мысалы, мұсылмандардың әскері 10 000, қарсы жақтың әскері 20 000 төтеп беру керек. Енді одан көп болып жатыр. Мысалы, 10 000 әскермен бар, мына жақтан 100 000 әскермен шықты. Түгелдей қырылып кетуі мүмкін. Ондай кезде не істейді? Ондай кезде шегіне береді. Ондай кезде шегінуге, бағанағы былайша айтқанда қашуға рұқсат. Яғни қашу дегенде барлығы мына жақта соғысып жатқан кезде жалғыз өзі қашуға рұқсат жоқ. Ал бірақ сондай, мысалы, сол жерде басшы, командир тапсырма беріп, болды, шегінеміз деген кезде қашатын болса, сол кезде оқ тиетін болса, ол да Алла жолындағы шахид болып есептеледі. Яғни осындай мәселелері бар. Енді жалпы, мысалы, адамның ниеті Алла разылығы үшін болмаса, соғысқан кезде, бұл жерде бірінші шарты не екен? Дін дұшпандарымен. Енді мысалы, кейде фитна болады да, мұсылман мен мұсылман соғысады. Тіпті сахабалардың арасында болды. Бұл жерде, мысалы, мұсылман мен мұсылман соғысып жатқан кезде, оны біз не дейміз? Қайтыс болған шахид дейміз бе? Қайтыс болған шахид деп айтылмайды. Өйткені бірінші шарты дін дұшпандарымен, мұсылман бауырыңмен емес, дін дұшпанымен соғысу бірінші шарты. Екінші шарты Алла разылығы үшін. Үшінші шарты қашпау деген осындай. Сөйтіп сол жерде мысалы оқ тиіп қайтыс болды, немесе соның жарақатынан қайтыс болды, соның әсерінен. Бірақ ұзап кетіп, үйінде жатып, емделіп, тамақ ішіп, мысалы 10 күн жатып, одан кейін емес. Енді ондай уақытта да ол Алланың алдында шахид, бірақ біз оған мәміле жасаған кезде, мысалы, соғыс алаңынан алып кетті, бір апта жатты да, бір аптадан кейін қайтыс болды. Ол кезде ол жуылады, кебінделеді, солай жерленеді. Бірақ Алланың құзырында ол шахид. Ал кім соғыс алаңында қаза тапса, немесе соның жарақатынан ұзамай қаза табатын болса, онда біз оған шахид ретінде мәміле жасаймыз, сол киімінде оны жумай жерлейміз, солай жерлейміз. Енді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрап жатыр, мынаның қайсысы Алла жолында дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва айтып жатыр, кім Алланың дінін үстем ету үшін шайқасатын болса, сол Алла жолында деді. Яғни басқа жат ниеттермен шайқасатын болса, онда ол Алла жолында болып есептелмейді дейді. Алла жолында болып есептелмейді. Енді бұл жерде және қатәлә деген шайқасу, яғни шайқас кезінде. Бұл жерде ниет Алла разылығы үшін болу керек екен. Ал енді бірде кейде мысалы адам біреумен соғысады, немесе біреумен шайқасады. Соғыс кезінде емес. Өзін қорғау үшін.
Ондай кезде бұл ниет шарт етілмейді. Бұл ниет шарт етілмейді. Қалай? Пайғамбар саллаллаху алейхи айтады: "Ман қутила дуна ирдихи фахуа шахид, ман қутила дуна малихи фахуа шахид." Кім ар намысын қорғап жатып өлсе, ол шахид дейді. Мысалы, сіздің үйіңізге біреу басып кірді, бір оңбаған, сөйтіп әйел қыздарыңызға тимекші. Сіз солармен сол жерде төбелесіп жүріп қайтыс болсаңыз, сіз шахидсіз. Біреу дүниеңізді ұрлайын деп жатыр, сол дүниеңізді қорғаймын деп сол жерде өліп кетсеңіз, фахуа шахид. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалар сұрайды: "Я Расулалла, ол сөйтіп сол нәрсені істеу үшін мен үйіме кіріп тұрса, не істейін?" деді. Пайғамбарымыз айтады: "Онымен соғыс" деді. "Оны өлтірсем ше?" деді. "Өлтіріп қойсам ше?" "Өлтіріп қойсаң, ол тозақта" деді. Мені өлтіріп қойса ше?" деді. "Сені өлтіріп қойса, сен жәннаттасың" деді, "сен шахидсің" деді. Бұл жерде енді оның ниеті дін үшін болып жатыр ма? Жоқ, дін үшін болып жатқан жоқ қой. Өзінің ар намысын қорғау, дүниесін қорғау. Бірақ соның өзінде адам шахид болып есептеледі. Демек, мына жердегі мынау тек қана Алла разылығы үшін деген бұл қандай? Бұл соғыстағы жағдайда. Ал былай өмірдегі жағдайда, өзіңнің жеке жағдайыңда бұл ниет талап етілмейді. Сен өзің ар намысын қорғау үшін, үйіңді қорғау үшін, бала шағаңды қорғау үшін, дүниеңді қорғау үшін өліп кетсең, сен шахидсің. Мысалы, біреу сен машинаңды тонап жатыр, жүгіріп барып олармен алсам деп едің, біреу пышағын шығартты, мысалы, қадап кетті, содан қайтыс болды. Ол шахид. Неге? Өйткені өзінің дүниесін қорғау үшін қайтыс болды. Демек, мынау шарт бұл неге қатысты? Соғысқа қатысты. Соғыс жағдайындағы адамға қатысты. Демек, бұндай кезде ниет Алла разылығы үшін болуы қажет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тіпті бір хадисінде айтады: "Кім бір жеп үшін, яғни соғыстан түсетін бір олжа үшін соғысатын болса, фәләху ма науа", ол сол ниетіне жараса дейді. Сол үшін де ниет, мысалы, соғыстан түсетін олжа, немесе ойбай мен батыр атанайын, немесе мынандай деген сияқты ниет болмау керек. Негізгі ниет Алла разылығы үшін болуы қажет. Яғни мен мұсылмандардың, өзімнің елімді, жерімді Алла разылығы үшін қорғаймын деген ниет болуы керек. Сол кезде ол адам Алла разылығы үшін шайқасқан шахид болып табылады. Және оған шахид ретінде мәміле жасалады. Енді бұл жерде, бұл хадистінде біздің тақырыбымызға қандай қатысы бар? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл жерде кімнің ниеті Алла разылығы үшін болса деп жатыр. Яғни бұл жерде де сізден ниет, ықылас талап етіледі. Бұдан басқа да осы тақырыпта хадистерді Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде үйренетін боламыз. Алла тағала баршамызға пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.